қостық достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнап тұр ақ дастархан алып ұшып көңіл шіркін жанғандай көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін жастық шақ гүл ашқан ба ағаштар жайқалады жүзінде жылы шуақ қуанышпен оятайық ақ таңды көтерейік қане достар махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік қане достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін жақсылықта жолығайық тек мәңгі көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін Partide bizi verimiz de getirin. Qanday kerimdan qo'yib atib bergan o'shaqa. Qaravay. Yalan. Muzika ne pideva da oturdu kamera getir. Murat kimin doğru muzika yok o diyeceğim. Farklarımız var. Piyano hepsi.
Ақырында сауытасың. Андай таяқ Атар тұрғызып қойып сабайтын еді ғой. Бұдан досқа Саған алып өтті. Жаспай ұрады. Жаспай алып өтті. Ғайып. Алда ұрады. Өзің айтқасын. Ана қойсақ қалатын ана тұрады. Деп тұрып. ешкім жыламайды. Бәрін түсіреміз. Ben daha çok uçayım. Ешкім жыламайды еді ғой ұрғанына. Мынау сол түсіп Рахаттанып келеді. Анау. Не күледі ғой қоймайды ғой жаңа. Мен ұрығыр видеоға Қайтып келеатқанда ана жолы сен жақсы көрген Mına kım mına eski. жүжіндік шашы қалың міне Kim böyle uyarır. бір баласы мен класстасым 85-ші бір кішкентай баласы аяқтан бақты. Yok abicim. Basılı olmaydı. өзі Şuşanın zulga olmaydı. Ya güzel. Güzel de kan içinde koyup durun da. Kızlar da alga vereyim. Jet sayılıkta bu. Sen var ya bastın. Одан алдың жылбаршыменен кім кеп кеткен? Алимада. Сөйтіп алып барында яттылар. Ben de o isteyeceğimizde. Bir dosum var nağız erkek dara mıқты. Bir dosum var muyun tatkan tanalıқты. Bir dosum var umtulatın alға қарай. Bir dosum var eski sallar balalıқты. Bir dosum var şattық nurun үйіп төккен. Bir dosum var merейімді биік еткен. Bir dosum var bala кезден дос болып жүріп. Ал сонында қу дүниені сүйіп кеткен. Көптен күткен бүгінгі 1968 жылы дүниеге келген 1985 жылы бірлік мектебін тәмамдап үлкен өмір жолына қадам басқан бүгінгі 40 жылдық мектеп түлектерін ән шашумен қарсылайық қане. Келіңіздер 40 жылдық түлектер келе жатыр. Мереке құтты болсын, қосылған қошеметті қарсылайық қане. Сонау жыл күзде күйімдегі гүл бағып, мектепке келіп бет алып, ұстаз еркімді еліне үйреткен ей қаракері. Сөйлеп ақпар көппенен келуші қыздар сәніміз, ақ көйлек қызыл галстук жанасушы едік бәріміз. Сөйлеп ақпар көппенен келуші қыздар сәніміз, ақ көйлек қызыл галстук жанасушы едік бәріміз. Сүйіп береді қарғымен тақпана, достықта ашты қақпана, бала шақтардан бір кезде алғашқа ей махаббаттары. Сөйлеп ақпар көппенен келуші қыздар сәніміз, ақ көйлек қызыл галстук жанасушы едік бәріміз. Başka sarjalı yen kıyma
көпшілік бәріміз. Бойжеткен қайда шашына ақпан деп жүрген тағынып, әке болсақ та әриге сендерді жүрміз сағынып. Бойжеткен қайда шашына ақпан деп жүрген тағынып, әке болсақ та әриге сендерді жүрміз сағынып. Сендерді жүрміз сағынып. Бәрекелді, береке құтты болсын, 40 жылдық түлектер. Bir естелікке суретке түсіп алайық. Банердің алдына жақындап тұрыңыздар. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Құрметпен Ақтасархан басына шақырамыз гені. Келіңіздер. Жиылған 40 жылдық мектеп түлектері, сәлем берсең сауап аласың деді мұсылманда. Бісміллә деп алдарыңа қадам басқым, тілден әуел өзгеден де шаба алмас кім. Той дегені халықтың қазынасы, той жасау да қайын саған жазсын. Берекені өзгелден алмассың, бақыты өзгелден де таба алмассың. Бүгінгі Бірлік мектебінің 40 жылдық түлектері ассалаумағалейкум деп баршаңызбен амандасып ағайын. Береке құтты болсын. Ал енді бүгінгі жайылып атқан Ақтасархан той қазығы баршамызға белгілі. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп Абай атамыз жырлағандай. Мінекей 1974 жылы мектеп табалдырығына қадам басып, 75 жылы 10 жыл мектеп табалдырығында білім алып, білім нәрімен сусындап, үлкен өмір жолына қадам басып, мінекей 1985 жылы ауылдар оқып, қалаға кетіп, бүгін енді мінекей араға 40 жыл салып, сол бірге оқыған, балалық шақтың бал дәурені болған класстас достармен, сыныптастармен бас қосу, кездесу кешіне жиылып отырсыздар. Сондықтан бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі 40 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын достар. Ал енді өмірде құламасын бәйтерегің, тереңірек сүңгіп тұр ой тереңің, шүкірдеңдер жігіттер, шүкірдеңдер. Бұдан жаман болса қайтерегің дейді. Денің саулығы, отбасының амандығы, бастың байлығы түсінген адамға үлкен ғанибет екен. Болса да енді келе алмай қалған азаматтар бар екен. Құда қаласа 45 жылдық, 50 жылдық кездесуде келетін шығар деген ниеттеміз. Ал енді осы мерекелік Ақтасарханымызды ашып беру үшін тойымыздың төрінде, арнайы Ақтілек төрінде сыныптастарыңыз, достарыңыз, Абай ағамыз бен Оразбек ағамызды құрметпен орталыққа шақырамыз. Арнайы мерекелік кешті ашып тұрып алайық екен. Келіңіздер. Қошеметті қойыңыздар, кластастар. Мұхаммед Мақатаев айтқан екен, достыққа жүрмін құмартып, бөлгелі жүрмін өзім артып, жауыздың барып жанды уәзір болғаннан досымның барып, тойында жүрген бір бақытты. Мінекей осындай сыныптас достармен бас қосып кездесіп, осындай бір әдемі қуаныш, әдемі жалғасын тауып отыр. Сондықтан осы бір арнайы Ақтасарханның бет-пердесін Ақтілекпен ашып беру үшін ағаларға бір қол соғайық, әдемі тойластар тілекті өздеріңізден бастайық екен. Ассалаумағалейкум, көпшілік, құдағаласын кластар, балалар. Әнемен деген құдағаласы кеп қатты 40 жылдықтар болса, ұл өсіп, қыз өсіп, құдағаласы, құдағаларымыз, құдағилы байтер құдағаласы, несілеріміз. Аллах осы берген өміріміздің жақсылық өмірімізді құдағаласа, тәтті құдағаласа, келін алып, қыз атып құдағаласа, оған өмірге жете берейік. Аллахың берген өмірін, мына отырысымызды қызықты өтуімізді бәрі өзімізге байланысты көңілде отыра берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті класстастар, жолдастар. Мына Құда қаласа бүгінгі келіп жеткен 40 жылдық тойымыз құтты болсын. Құда қаласа жақсылар айтып отыр ғой абайда. Осының бәрін қосып отырып, бәрі азаматшалар бір үйдің егесі, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, Құда қаласа міне сүйікті ата ене болып жатыр. Соны арғы жалғастырып, барықтаған соны немерелердің қызын көре беріңіздер. Мына Құда қаласа
Шырайлы Шымқаладан келіп жатқан жігіттер бар, Тасостан, Астанадан келіп жатқан, Алматыдан келіп жатқан санау, Құда қаласа. Осылардың бәріне жігіттер, қыздар, жақсылық, тек дендеріне саулық тілейміз. Тек тойда, той деп жүрейік. Мына отырыс ашық, ішіп жеп, бермеді күл ойнайық. Бәрекелді, рахмет. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Мінекей дастархан ашық, той ашық деп жатыр. Досыңның асын дұшпаныңдай же дейді қазақ. Мінекей сіздер үшін жайылған ақ дастархан. Сондықтан дастархан мәзірінен, ас мәзірінен жақсылап ала отырыңыздар, құрметті сыныптас достар. Мінекей бүгінгі мереке сіздердің мерекелеріңіз. Мінекей тайбұлындай тебісіп бірге өскен балалық шақтың бал дәурені болған қызықты сәттерді, сол балалық шақтағы керемет сәттерді бір еске алатындай керемет кеш болсын деген ниеттеміз. Ал енді дастархан ашылды деп жатыр, той ашылды деп жатыр. Біздер енді қайда жүрсек те, қайда болсақ та осындай бір керемет тойластар тілектен соң керемет әдемі ән сұрап жатамыз. Сондықтан енді ән көңілдің ажары, бала үйдің базары дейді. Ажарларыңыз, базарларыңыз тарқамасын. Ән деген тойда, көрік деген күнде керек дейді. Сондықтан күнде көрікті болып жүріңіздер. Біздер енді мінекей ауыздарыңыз тәмді, құлақтарыңыз әнді болсын. Әдемі ән шашуымен осы Жетісайдың жесаңдайы болып жүрген Айнұр қыздарыңызды бір кереметті ән шашуымен орталыққа шақырғалы тұрмыз. Енді ас мәзірінен дәміне жақсылап ала отырыңыздар. Мереке құтты болсын. Бүгінгі 40 жылдық мектеп түлектері. Ал әнге кезекті ұрайық. Бәрекелді армысыздар, мерекелеріңіз құтты болсын. 40 жылдықтарыңыз құтты болсын, құтты болсын. Қайке ән тыңдай отырыңыздар, ауыздарыңыз дәмді болсын, құлақтарыңыз дәмді болсын. Ауылға бір сәйгі топқа келгенде, ауылға сағыныш болмаңыздар. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Не жаққа барам, жүрегімнен деп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың уы аңсатты.
болады. Жоққан қандай жақсы. Осындай тойда мерекеде жоға беріңіздер. Ортаға бәйгештіңіздер бола берген. Мереке құтты болсын тағы да. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең жақсы тілекпенен, құшақтап қатты қысып, ең жақсы ниетпенен, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Берекелі тұрып жылдың мерекелеріңіз құтты болсын. Достарыңыз мәңгілік болсын. Амандық болсын десін, құшақтар болсын десін, бақ қонып басымызға, бақ дәулет болсын десін, бар болса қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Кездесу себеп болып, тойдыма керек болып, жүздесу қандай жақсы, жанымда себеп болып, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Ай бәрекелді, айнұр қыздарыңызға бір қол соғып қойып, қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Мінекей ән көңілдің ажары дейді. Бала үйдің базары деген, ажарларыңыз, базарларыңыз тарқамасын. Өтті ғұмыр, шыр айналып бір бастан, өмір шірген жылжи деген тұрмастан. Жаман ойдан арылыңдар жақсылар, сіздерге тілетіміз тек қана нұрлы аспан дегіміз келеді. Мінекей әдемі, әсем әнге, әдемі керемет би болып жатыр. Тойдың сәні әнмен би дейді. Бұл енді көп жерлерде ойнап қалады, тойдың жақсы өтуі тамадаға байланысты деп, негізгі кештің жақсы өтуі келген қонақтарға көпшілікке байланысты болып келеді екен. Жақсы адам жарылып отырады дейді. Сондықтан мінекей қадірлі жақсылар, бүгін енді проблема болса бәрін жиыстырып, осы мінекей балалық шақтың балдәурені болған қызықты сәттерді еске алайық деп, осы бір әдемі кешті сіздер болып, біздер болып, бір жағадан бас, бір шеңнен қол шығарып, бір есте қалатындай бір тамаша тартымды көңіл күймен жалғастырсақ па деген ниеттеміз. Жақсы жігіт мың толғана бойлатып, сәндетіп бір көптің тойын тойладық. Дәл осы күн есте қалсын мәңгіге. Бірлік мектебінің мінекей 40 жылдық мінекей түлектерінің кездесу кешін тойладық деп, бұл тойда бір тамаша тартымды көңіл күймен басталып жатыр. Ағаларымыз әдемі құттықтау тілекті алғаш айтып, осы бүгінгі кештің ақ дастарханын ашып беріп жатыр. Кездесу бола бермес күнде-күнде, қадірлі жүргеніңде досты бірге, дост өтер, қызмет өтер, байлық өтер, не жетер, ойнап күліп жүргеніңе дейді. Сондықтан мінекей баршамыз осындай бір әдемі кешке тамаша мінекей киініп, сәнді киініп, бір Аллаға сиынып, әдемі мінекей бүгінгі қуанышқа келіп жатқан жайларыңыз бар. Ал енді мінекей ас мәсіріне дәмден жақсылап ала отырыңыздар.
біз енді арнайы тілегімізді жалғастырып отырсақ па деген ниеттеміз. Сондықтан арнайы тойымыздың төрінде мінекей ағалардың арнайы ақ тілегімен мерекелік кешті жалғастырсақ па деп отырмыз. Сондықтан енді қазір әпкелерімізге, қыздар қауымына арнайы жекелеп тілек беретін боламыз. Соның алдында біздер енді Нұрлан ағамызды, Ғани ағамызды, Ержан ағамызды бір арнайы жекелеп орталыққа шақырып, осы бір келген қонақтарды, қыздарды бір құттықтап жүрек жарды әдемі ақ тілегін арнаса деген ниеттеміз кәне. Ағалар келіңіздер, қол соғайық, қошеметтеп қарсы алайық кәне. Рахмет айналайын. Асығыс емес енді бір біз мына қыздарды сыйлаған халықпыз ғой енді. Негізі қыздар сөз берейікті. Тоқаевтың жанынан келді ғой. Не дейміз енді, осы кездескен 40 жылымыз құтты болсын. Және де 45, 50, 60 жылдарда кездесе берек осылай. Басымыз түгел болсын, аман, сау болайық. Бала шағаларымыздың қызығын көрейік. Болды. Ал, құрметті де қадірлі 68-дер қайдасыңдар? Ал мынау бүгінгі жиылып отқан себебіміз осыдан бір 10 жыл алдын 30 жылдықты ұйымдастырып ек. Қандай керемет өтіп ек. Осы мынау биылғы 25-ке 40 жыл болыпты. 40 жылдық мерейтойымыз құтты болсын, Құда қаласа. Дендерің сау болсын. Мынау 50, 60, 70 жылдықтары тойлау нәсіп етсін бәрімізге. Енді арамызда енді келемағандар бар енді, өздерінің шаруалары болған шығар енді. Оларға да жақсы тілектер айтамыз. Мынау келгендерің бәріңе рахмет. Үйлеріңде, отбасыларында, бала шағаларың аманшылық, аман болсын. Дендерің сау болсын. Істеріңе, кәсіптеріңе береке берсін. Жылдан жылға төрт көзіміз түгел ойнап күліп жүрейік. Кешегі өткен құрбан айтымыз құтты болсын. Енді сәл әлі неғып атырмыз, әлі сөйлеуді қадырамыз әлі бірінші кезде бірден. Құда қаласа жақсылықта жүздесуді нәсіп етсін. Рахмет бәріңе. Рахмет, Ереке. Ерекеңді енді шығаса мақтамайын енді. Ерекең осы кешті ұйымдастырып, шын айту керек, бір 4 рет мәслихат жасады, ғана телефонға тыныштық жоқ. Сол былтырдан бері ұйымдастырып, мына осындай кештің ұйытқысы болып жүрген осы Ерекең. Ерекеңнің енді қайда мен болсам, анау шат ненің ортасында бір боқтап, шаттыр шығып кетерем. Ерекең оны бәріне шыдап, бәрін көніп, Ерекеңнің адресіне де бір андай бұндай әңгімелерді айтылып кетті. Тыныш түсінмеймін, не жұмыс онан той істеп өзінің тойында айтегі, ақшаны жібер, анан етеміз, мынаны етеміз дегенде әңгімелер айтылып кетті. Оның бәрін Ерекең түсіністікпен қарап, бәрін реттеп отырды. Ол енді Ерекеңнің бойындағы тектіліктің тамыры тереңге кеткен азамат екенін көрсетті. Ереке, рахмет. Өз бір жұмыс аз емес, азыдан кешке дейін кеше көрдім ғой. Анау капустаны су керек, мақтан су деп тыныштық бермейді екен. Соның бәрін сырт тастап осы біздің 40 жылдықта бірінші орынға қойып, міне шын айту керек, осы біздің бас қосып отқанымыз осы Ерекеңнің еңбегінің арқасы, оны мойындауымыз керек. Дұрыс па қыздар, Сәрсен? Өздері көріп отырсыңдар ғой. Мен шыдай алмаймын, естіп отырып. Сонда Ереке, рахмет. Енді мынау негізі осы кешті ұйымдастырғанда біз 42 болғанбыз. Енді дұрыс қой, 12-20 адам әйелімен қосқанда 42 болады, 40 бола ма? Одан кейін
жайлап бірінші мен шықтым, мен бара алмаймын ондай үйде деп. Одан кейін Нұрланның әйелі шықты, ойбай мен. Одан кейін сөйтіп 30 болды. 30 жақсы ма еді, 30 адам деген. Құдалықтың өзі қазір 35-40 болады, тамаша ғой деп. Содан бір күні 25 болды. Ойбай, 25 әдемі, тамаша, көп емес, аз емес. Ой, болады деп, енді не істейміз? Одан бір күні ерекіміз бұндайды, ойбай, 20-ға түсіп кеттік қой. Әй, болады 20-ға тасына деп. Содан бір күні енді 18 болды. Енді шын айту керек, мына жігіттер бәрі уважительный, ешкім ойнап жүрген жоқ. Сабыр деген досымыз звондап жатыр. Енді жұмыс керек қой, отырыс күтеді, ертең бәріміз тіршілік жасай көреді. Ойбай, осындай мен осындай 2 завод жұмыс істеп тұрдырым деп, мен болмасам болмайды, бетон ұрлайды, тас ұрлайды деді. Ертең мен төлейтін ақшам жоқ оның. Ойбай, айналайын, онда сен деп соған сондай не болды. Одан кейін Жақсыбай деген Алматыда ол да келем деп құлшылып отқан кәсіп шоғыр алып. Оның ана құдасы тұрып, сол жетісін шақырып, мен бұлай деген, ойбай болмайды екен. Ана неге заклад беріп қойды, қой сойып қойды, мақыл деп ол жақан келем алдым болды. Енді қарасын бәрі уважительный, ешкім бұлай пиапұршық қылып, қойшы сол деген ешкім жоқ, бәрі екен. Уважительный. Пришли нам келем айнаған жігіттерге, оларға да құдай қаласа келесі жыл жаңа қыздармен ақылдасып жатырмыз. 41 жылдық істейміз келесі жыл деп. Сол кезде келер. Ешқандай не жоқ. Бәрі тіршілік. Сондықтан мынау бары осы енді 15-16 адам жинап отырмыз, тағы да қазір кеп болады. Сондықтан мынау құтты болсын қыздар, жігіттер қыздар. Жаңа енді қыздар сөйлесін деп мынау жігіттердің алдына шығып кетпей келді. Сендер осы нені біз азанға дейін ақшасын төлеп қойғанбыз. Азанға дейін сөйлеріміз, құдай қаласа, 2-3 мәртебе. Қазір анау ерекең айтпақшы, кіргеніміз осы. Қазір анау микрофонға жармасып, 2-3 мәртебеден сөйлейміз, жігіттер қыздар. Мынау осы кешті жақсы өткізу өзімізге байланысты. Жігіттер қыздар, бір-бірімізге деген өкпе назды қояйық, әдемі өткізейік. Ол өзімізге байланысты. Әдемі өтеді десек, әдемі өтеді. Әдемі өтпейді десек, ол қазір бітеді. Сондықтан бүгін барлық ниет қояйық, бәрімізде тіршілік, жұмыс бәрін сырт тастап келіп отырмыз, осы класстастар деп. Шынын айту керек, қанша жерден дүйім жұрттың алдында көлбеңдеп көсіп сөйлегенмен енді қысылып тұрғанымды жасыра алмаймын сіздердің алдарыңызда. Ол класстасың орны бөлек, өткенде айтып жатырмын ғой енді. 7-8 шат бар, азына тұрасында бірінші осы класстардың шатын ашамын мен. Не болып отыр екен ай? Мен жаңалық. Сондықтан сіздердің орындарыңыз үлкен. Оны өздеріңіз де білесіздер айтпай. Сіздер өте балалық шақтың балдарымен бірге өткергенбіз, бірге ойнап, бірге міне қазір 60 талпындап, алды немересі үйленді дейді батыр мынау сәкеңдер, сәрсендер. Сондықтан қыздар жігіттер, барлықтарыңызға рахмет, жұмыстың бәрін ғалия айтпақшы мен ылғи бірінші орынға қойып класстарын деп. Бәрімізде сондай ғалия, бәрімізді бірінші орынға қойып келіп отырмыз. Той қаласын. Қыздардың өзі өте қатты құрметтейміз. Баяғыда мектепте жүргенде мына 5 қызға бар ғой, ешкім қолдан тигізбейтін еді. Мен қорқама, ұялама білмеймін. Сол не әлі бар сол құрметтеріңіз. Жойылған жоқ, кейбіреулер жойылып кетеді ғой. Сыйлаймыз өте қатты. Оны өздеріңізді сеніп жүрген шығарсыздар. Сондықтан орындарыңыз ерекше, қыздар. Мынау біздің жұбайларымыз. Бұл кісілердің де орындар ерекше. Ей, тыныш отыр, сен 20 жылдан не керек ол маған 40 жылдан. Ана орнында берген мені шауып десе, қазір енді аспанда атын жерде қатын билеген заман ғой, басы салып шауып кетесіз кетпейді ал. Жоқ, бұлар оны түсініспен қарап, бізді қолдап жатыр. Әлима сізге рахмет. Әлима да осы кештің өтуіне ұйытқы болып, мына шатта қайта шығып, Гүлзада сізге де рахмет. Сіздің қызыңызға мен
ылғи бақылап отырам, айналайын. Ана Әлесқар деген ақсақалдың немересі, белгілі азамат, үлкен ғалым бол, айналайын. Сондықтан барлықтарына рахмет айтамыз. Мына мен көп сөйлемей, өзі мынау өз айтылған 15 баланың алдында шығып көзіне сөйлеп нелеріңіз алмайын. Той қыласың қыздар, барлықтарыңызға рахмет. Біреудің атын айтып, біреудің атын атағандай болмайын. 5 қызға да рахмет. Қазір тағы бір қызымыз келеді. Астанадан кеше келіп сән ұшақпен келіп мазан демалып жатыр, қазір келіп болатын шығар. Сондықтан рахмет. Мынау үйлеріңізге, шаңырақтарыңызға шаттық ұялай берсін. Тек сіздердің барлықтарыңыздың шаңырақтарыңыз тойға барайық, той қаласын, той қуаныш қаласын, 40 жылдық құтты болсын, қыздар, жігіттер. Енді Құдай қаласа 45 жыл, 50 жылда Алла амандық беріп, денсаулық берсе, қауыша берейік. Ол демде өмірдегі зулап өтіп жатыр. Кеше ғана 30 жылдықты дүркіретіп тойлап, бүгін мына ауылдың жаңағы біздің үлгіламыз 68-лерде біраз әңгіме бұл, ол біздің құлағымызға жетіп жатыр. Ол әлі біздің сол турасы 30 жылдағы ауызбіршілігіміз барын көрсетіп отырмыз. Бір ауыздан. Сондықтан осы ауызбіршілігіміз арта берсін, тойымыз тойғаласа берсін, тек жақсылықтарда қауыша берейік. Рахмет. Бәрекелді, рахмет ағалар, Радиға рахмет. Мінекей жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді, сыныптастарды көріп. Көкемді ағынан жарылып жатыр енді, көкем береке құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Естерге бір суретке түсіріп олайық, ағаларымыз әдемі. Бұл енді Абай атамыз айтқан ғой, өнерге әркімнің де бар таласы деп. Енді мен білем, Қани көкемнің енді анда-санда бір осында қуанышта бір әмдеп қоятыны бар еді көке. Енді осы тойда сыныптастарды көрген кезде ол әдемі неге айтпасқа енді, сізден бір әдемі өнерпаз інілеріңіздің атынан бір ұсыныс болып жатыр енді. Кешке қуанышқа, сыныптастарға деген бір әдемі ән сұрап жатырмыз. Енді рахмет қыздар, жігіттер, мынау қазір мына заманда бар ғой, ең оңай нәрсе или әнші, или молда болу, екеуінің біреу. Енді қазір молдалар көбейіп кетті, алпырды. Молда тиімді болмай қалды. Сондықтан енді айталайын, Жарқынбек. Мына Жарқынбек жаңа таныстырып жатыр ғой, мына Жарқынбек деген осы біздің Мақтаарал ауылына еңбек сіңірген қайраткер, өнер қайраткер. Мынау інісі екеуі жұптасып талай дүбірлі қазақтың азулы азаматтардың тойында қызмет жасап жүрген адам, жігіт. Біздің де мына әулетте талай қызмет жасап, құдалық болсын, той болсын, сондай азамат өнерін өрге жүзе берсін, биіктерді көре берейік, өнерін шыңын бағындыра бір айналайын. Осындай қазақтың азаматтары аман болсын, біздің қазақтың өнерін көтеретін. Рахмет айналайын. Ал енді молда болайын деп біраз әрекеттерді болмады. Енді сол сәл сіздерге арнап бір мынау Айкен деген ән өзім өте жақсы, көретін жақсы, тыңдайтын ән. Сол енді сіздерге тату өтейін. Рахмет. Omurgan gül bir
қайтер әнім болып қалдың жалғыз сен айналамай кел сен жоқсың қайтер әнім болып қалдың жалғыз сен Сіздерге алла. Жаңа танысып жатырмыз. Мынау атын кім еді айналайын? Айнұр. Өз бұл Айнұрда Мақтаарал өңірінің мақтанышына айналған талай қазақтың тойларында топ жарып жүрген қарындасымыз екен. Осы кісіге ұсынайық енді. Маған қараған енді кәсіби әнші айналайын. Той көріңіз, мінекей тамаша әдемі жүректен шыққан әдемі ән болды. Шіркін Айгүл'дің саласатын, бұлбұл ғана өзіңізбен таласатын, жақсылап бір қошемет көрсетейік. Осындай Ғани ағамыздың әніне жарасатынды бір қол соғып қойып, қошеметтеп қойыңыз. Шағырағыз шаттыққа, босағаңыз бақытқа тола берсін мінекей Ғани аға. Мінекей ал енді осы бір керемет әдемі тілекке сыныптас достарға, қыздарға бір жақсылап алдырып қоймаймыз ба? Енді атадан қалған ас емес, қуанышты мерекеде көңіл көтеріп отырсын деп, көңіл шарауды бір жақсылап алдып, бүгін қуаныш, бүгін той, бүгін мереке, сондықтан ортаға шығып билеп, бүгін енді тек қана көңілді көтеріп, жаңа көкем айтып жатыр, проблема болса бәрін жиыстырып, бүгін тек қана ойнап күліп қайтуымыз керек деп. Сол айтқанда бүгін енді тек қана ойнап күліп қайтайық, қолдан келіп жатса мінекей әншілерден әдемі ән сұрап жатырмыз, ортаға шығып билеуге болады апше. Ал, мереке құтты болсын, жіберіңіз. Ай, бәрекелді, мереке құтты болсын дейін. Шапыртылып яңылы шашын келсін тастар. Достықтарыңыз мәңгілік болсын. Мереке құтты болсын дейін. Осында шығып, тойдашып берген жағдайдың құрметіне ортаға берешіңіздер. Майының жаймашуы, көңіл ашып тұрған кешінде бірге жүрсем арманым жоқ деген сөзім есімде. Сол сезімді ұмыттырма, ұмыттауға қазірден жалғыз тастап кеттің қайда, барма менің жазығым. Сол сезімді ұмыттырма, ұмыттауға қазірден жалғыз тастап кеттің қайда,
kaldım sevişim. Almadın dayanmadın, aranadım sana döndüm. Sensin de sözümde, suyup kaldım sevişim. Şarşama tek şarşamay, ayak kolundan saday. Şolkanıp var bileyim, şam şaharım ortaday. Şarşamay şarşamay, ayak kolundan saday. Şolkanıp var bileyim, şam şaharım ortaday. Тамаша керемет арнайы хақта сарғамасына жай алыңыздар. Ағынан жарылып, хақта сарған жайып, сыныптастар мінекей бір ауыздан бас қосып кездесіп, әдемі кештің куәсі болып жатырмыз. Әдемі көп тілек өкел болады дейді. Бүгін енді мереке, бүгін қуаныш. Сондықтан мінекей баршаларыңызды бүгінгі осы 40 жылдық бас қосу кездесу мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырақтарыңызға шаттық, босағаларыңызға бақыт кебе аласын, ұлды үйлендіріп, қызды құтты жерге қондырып, немере сүйіп, мінекей ағаларымыз жаңа айтып жатыр, немеренің тойына куә болайын деп жатырмыз деген, мінекей немере үйлендірейін деп жатыр деген жақсы сәттер еске айтылып жатыр. Мінекей Алла сол немереден шөбере сүйген сіздерге нәсіп етсін. Енді мынау әдемі ән шашуымен тағы да бір топ өнерпаз азаматтар келіп отыр Қандикөге. Бұл енді 40 жылдық кездесуге 40 әнші дайындаған ғой, бұл әпкелерімізге айтып қояйық. Бұл
жігіттер қауымы ағаларымыз қыздар келатыр деп сол қыздардың құрметіне бір әдемі әндер, ән шашу бүгін енді тек қана көңілді көтеруіміз керек деп. Сол айтқандай осы ортада Ержан көкем қаяққа кетіп қалды? Ержан ағамның атынан арнайы Алғидың жиені Оразгелдің бел баласы деп айтайық, біздің осы өнердегі бауырымыз арнайы Ержан көкемнің атынан деп бір әдемі ән шашумен келіп отыр. Өзі азулы асаба, қазір өнерін тамашалайсыздар. Сондықтан Рысдәулет деген азаматқа бір қол соғып қойыңыздар. Қошеметтеп бір өзінің өнерін көрсетіп жіберсін. Ой, рахмет, еткенше балақ мына айтып жатамыз ғой, өмірге менің өкпем жоқ, біреуге есем жеткен жоқ, жете алмай жүрсе біреулер маған жеткен жоқ дейді. Қадірлі ағайын, 68-лер қайдасыздар, барсыздар ма? Кеш құтты болсын, менеге, осылай көңілді отырайық. Бәрі келетін осылай өмірде, қуанышы сәттеріміз көп болсын, қадірлі ағайын.
тұғыры биік, достарым жаман болсын деп, достар туралы бір әнді шырқай өтейік. Бармыз ба? Қосылып отырайық бірге. Қошемет қойыңыздар, Рысқалбек деген азамат мінеге азулла сала. Бауырым, Рысқалбек жиен, рахмет айналайын. Сіздер аман болыңыздар. Әрқашан елдің алдында, елдің мақтанышы, құрметті азамат болып жүре берейін. Рахмет айналайын. Bir ғасыр адамсыздар ғой, сіздер аман болыңыздар. Сіздер әрқашан аман болыңыздар. Мынау кереметті кеш өтіп жатыр. Енді құры әнді тыңдамай, өзімізді ән айтып, есеуді отырайық. Бір-бірімізді сынайтын емеспіз, құда емеспіз, жекжат емеспіз. Әлі бір-бірімізден қыз алып, қыз берсін еған жоқ бұзат, не қыластастар. Бізге де қыз керек. Болды айналайын, жақсы жүрсеңдер, рахмет, керемет. Рахмет, Ержан көкем өте дұрыс айтып жатыр. Негізі басқа вечерге кіріп кеткен қыздар ұқсап отырмыз да, негізі. Сондықтан ашық жарқын отырайық деп жатыр ғой бұл кісі. Бұрыннан кәдімгі араласып бір сыныпта оқыған қыздар, жігіттер, сондықтан ашық жарқын отырайық деп жатыр. Бір-бірімізді сынайтын ешкім жоқ. Құда қаласа сол қызықты балалық сәттерді еске алып отырайық деген мінеге әдемі сөз айтылып жатыр. Енді жақсы сайт сатпасаң ат болары белгілі, жақсы ойды сақтасаң хат болары белгілі, ағайынды даттасаң жат болары белгілі, бақ болатын өмірде сәт болары белгілі дейді. Бұл адам баласы өмір бақи бақытты болып жүре бермейді, бірақ арасында осындай бақыт сәттер кездесіп тұрады екен. Бүгін енді сіздердің осындай бір тамаша бақыт сәттеріңіз, бақытты күндеріңіз себебі бірге оқыған сыныптастармен бас қосып кездесіп қызықты сәттерді еске алып жатсыздар. Болса да енді мектеп кезінде не бір қызықты сәттер болды ғой, енді арасында оны да айтып еске алып отырсақ та қандай жарасымды бүгінгі отырысымыз жалғасын табады деген ниеттеміз. Енді сол қызықты сәттерді осы қыздар жағы айтатын шығар деген ойда болып жатырмыз көке.
Сондықтан осы қыздарды да бір арасында сөйлетіп қояйық, әпкелерімізді мінекей қуанышқа арнайы келіп отқан. Сондықтан мінекей Ғалия әпкеміз бастаған мінекей Гаухар, Сәрсенкүл әпкелерімізді арнайы Әсемкүл, Анар орталыққа мереке төріне, ақ тілек төріне келсеңіздер, жігіттер қауымға бір қол соғып, қошемет құрметімізді көрсетіп қойсақ қыздарға. Ей, бәрекелді. Қош келдіңіздер, құрметті әпкелер. Қыз қонақ, қыз қыдыр дейді, қыздың тілегі, қыдырдың тілегі деп жатады. Бүгін енді төркіндеп арнайы келіп отырсыздар, сондықтан әдемі тілекті өздеріңізден жалғаймыз. Қосуға қошеметтеп, құрметтеп қояйық. Саламатсыңдар ма, сыныптастарым, құрдастарым, сырластарым. Мынау бүгінгі 40 жылдық тойымыз құтты бола берсін. 17-ші түлектеріміз, онымыз да құтты бола берсін. Мынау не дейміз? Мынау ұйымдастырып, барлығымыздың басымызды қосып, 10 жылдан кейін, 30 жылда бір кездесу кезінде барлығын ұйымдастырған 2015. Мынау 10 жыл көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Өзіміз де байқамай қалыппыз, 40 жылдық ұйымдастырып жатырмыз деп ербалдарымыз айтып, біз бір құлағымызды бұрап қойды ғой кетіп. Елеңдеп қалдық. Рахмет, ұйымдастырып, басымызды біріктіріп, бір-бірімізді көріп, қуанып отырмыз. Қуанышымыз өнемізге сыймай атыр. Рахмет сендерге. Үлкен. Берде сыныптас ербалдарымызмен соның қасында жүрген аққулары бар ғой. Сол аққуларды қада үлкен рахмет. Не бар? Қойшы дейтін болса, болды тоқтап қаламыз ғой. Оларға да үлкен рахмет. Өйткені солар ғой. Барлық нәрсені басқаратын. Иә. Сол себепті барлығымыз ұйымдастырғанға, кигенге, аяқтарыңа гүл бітсін. Рахмет барлықтарыңызға. Кемей қалған сыныптастарымыз енді барлығының өзінің бір себепкері бар шығар. Білмейміз ғой қазір. Барлық адамның өзінің бір себептері болуы мүмкін. Кімнің кегісі келмейді, кім келіп өйстіп отырғысы келмейді. Барлық отырып, бір-бірін көргісі келеді. Оларға да енді өкпеміз жоқ. Олар да біраз ат салысқан шығар, енді кім біледі. Оларға да ешқандай айып таппаймыз. Ертең көріп жатыр, өйстіп не жатқанымыз да. Мына басқа сөздерді көбейте бермеймін. Мұғалім болған екенбіз, сөйлей береміз, 45 минут артып кете береді. Бірінші денсаулық қой, деніміз сау болсын. Денсаулықтан басқаның барлығын сатып аламыз. Деніміз мықты болып, әрқашан мынау өсіріп жатқан ұл қыздарымыздың, немере шөберелеріміздің алдында өстіп ойнап, күліп, жақылдап жүре беріңіздер. Барлығымыз өстіп жүре берейік. Ешқашан жүзімізден күлкі кетпесін. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, өзімізден келе жатқан жас ұрпақтарға үлгі өнеге болып жүре берейік. Сол сөйлей беретін жанымыз. Қайырлы күн, құрметті де қадірлі сыныптастар. Жаңелде де айтып едім мен. Біз 17-ші түлектердің 17 қарлығашымыз. Аллаға шүкір дейміз, 17-міздің де көзіміз тірі дейміз бе, не дейміз, бәріміз түгеліміз, Аллаға шүкір оғанда. Бұл да, иә, Құдайға шүкір, керемет.
Görüp basınız diyorum. Ya sansız şükür deymiz ya 17'mizde әйтеуір деніміз сау. Осы да жаңа кездесуде бұл денсаулықтың арқасы, тыныштықтың арқасы дейміз. Не дейміз? Отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Осындай кездесулер бола берсін. Әрине қандай тамаша көңіліміз бір көтеріліп, бір жадырап, бір 10 жылға жасарып тұрғандаймыз өзіміз. Жаңағы 60-қа таяп қалсақ та әлі жүрегіміз жас. 18 болмаса да 19-дағы емес деп қой. Жаңа Галғарда айтып кетті ғой, тек бұл бір адам, екі адамның қолынан келетін тірлік емес, бұл көпшілікпен бітетін тірлік. Мынау жаңағы сыныптастарымыздың екінші жаңағы половиналары дейміз жаңағы. Жолдастарына рахмет дейміз, жаңағы біздің сыныптастарымызды қолда, қуаттап өздері келіп отыр, қандай тамаша жарасып тұр. Біз шоқайып құр қыздар менен жігіттер келсе ол да жараспайды. Қандай тамаша не болып жатыр. Әсіресе мына ерекең сонша шырылдадың айналайын. Рахмет. Чатты тым-тырыс мен шығам. Ең болмаса шаршап, бәріміз де жұмыстан келеміз. Бүйтіп отсам Ержан шырылдағанын естіп, шыраймен дейін осы қолымды көтеріп қоямын. Мен барым білсінді деп. Ол да бір жаңағы барып қолдан көмек келмесе де әйтеуір осындай бір демеу адамға бір мотивация беріп қойған да бір керемет. Ол қолдап қуаттаса бәріміз де қуанып қаламыз. Қандай тамаша. Осыдан бұдан былай да осындай басқосулар бола берсін. Зағипаға рахмет, сонау Астанадан жіберіп отқан Нұрекеңді. Өзі келмесе де әйтеуір қолдап қуаттап отырды. Заманымыз тыныш, еліміз аман болсын. Тек қана жақсылықтарда бас қоса берейік. Жаңағы көзіміз түгел деп қой, бұдан былай да түгел болып, жаңағы TikTokта жүр ғой, бір жаңағы айтыскер кім еді, Жансая деген. 99-ға келгенде сақалыңа сүрініп өлдеді ғой. Сол сияқты өмірлеріңіздің бәріңіз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, немере шөберелерді қызығына тоймай жүре берейік. Рахмет сіздерге. Ал мына құрметті қадірменді мынау класстас жігіттеріміз, қосақ жолдастары, сіздерге үлкен алғыс, бас иеміз сіздерге. Мына Алла бұйырып бүгінгі 17-ші түлектердің 40 жылдығы болып қалған екен. Мына кездесіп жатқан жайымыз бар. Мына осы кездесу ұзағынан болсын. Мына бүгін осы 40 жылдықта басымыз түгел ма, ендігі 50 жылдықта да түгел болсын деп Алладан тілейік. Сөйтіп айтпақшы едім. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, мына деніміз сау болып, әрқашан бала-шағаларымыздың қызығын көріп, дастархандарымыз әрқашан қойға жайылып, сіз біздесіп жүре берейік осы өмірде. Сол тілегім сол. Бәрекелді, рахмет. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Құда қаласа 50 жылдық деп қалдыңыздар. 50 жылдықта да осы берекенің төрінде өздеріңізді көретін болайық, құда қаласа. Сол күнге аман десен жеткісін. Арнайы қыздар қауымыма осы мінекей ағаларымыздың атынан әпке тұратымыздар сый-сияпатымыз бар екен сіздерге деген. Енесеймен еділді шатыстырып картадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан дейді. Өз мектепке сол қызықты сәттерді еске алатын ештеңе жоқ па әпше? Мектепіміздегі әлі ерте десеңші оны айтып ай. Бәрекелді, ал есепке бір суретке түсіріп алайық. Бәрекелді, құтты болсын мінекей. Қос үйден құр шықпа дейді, тойдан тобықтай жеп жатыр. Орамал том болмайды, жол болады дейді әрқашан жолдарыңыз. Ашық болсын, бір естелікке суретке түсіріп алыңыздар. Осы бір әдемі тілекке бір жақсылап алдырайықшы осы әпкелерімізге. Күй болсын, ортамызды қыздырар, қалың жалдық тілектерін құрметме. Әдемі керемет күй болсын.
бүгінгі дастанымызда салып аттан астамымызды осы мінекей 40 жылдық мектеп түлектерінің құрметіне болып жатыр. Енді өзі бүгінгі кештің өзі бір сондай тамаша атауының өзі мінекей 40 жылдық кездесу ғой. Өзі ұзақта жүргендер ауылда аңсап келеді көке. Қане көке. Енді болса да өздеріңіз ауылда аңсап балалық шақты аңсап жүресіздер ғой. Ауылда болғаннан кейін. Осында сол ауыл туралы, бір жағы осы сыныптастар туралы, достар туралы әндер айтылған. Бізде соның бір жұрдағы болсын. Осы достардың құрметіне бір достар туралы ән тыңдасақ деп отырмыз. Ауыздарыңыз әнді, құлақтарыңыз әнді болсын деп. Берекет болсын.
ауданымызға танымал, елге сыйлы, елдің батасына жүрген Айнұр қыздарыңыз бір керемет достар туралы ескі көне әндерден бір өздеріңізге жолда қалып жатыр. Қолдарыңыз бос болсын, қол соғып қошеметтеп, мерейлі асырып Айнұр қыздарыңызды қарсы алыңыздар. Кәнекей отырға бәйіскешіңіздер, мерекелеріңіз тойларыңыз тағы да құтты болсын. Шамшы Қалдаяқовтың әні кешікпей келем деп кәнекей қабылыңыздар. Бәйіскеш ұстаңыздар болады. Тұздармен ала отырыңыздар. Жырымызда бітпесін, жырымыз
салам. Бәрімізді қияларға жұмсады, қатар ұшқан құсқа садырын деп біз, қатар жанған екі шамға ұқсады. Жан болса, өсем болсын белдейін, әрқашан жесір көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан болса, өстем болсын мерейін, әрқашан жесір көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қырық-жылдықтарыңыз құтты болсын. Аман болыңыздар. 45 жылда мені жұтты болсын. Тамаша көтірді. Сіздің ауылда тұрғызыңыз дейді демсіз ауылда, сарыңдалды құшақтасам алдыңдағы, отырғызып сіздерді қыздың жанында. Сіз ауылыма сөйлесейік қыстығымды біздің арада, сағыныштың қабыр шетін гитараменен күзгі далада. Еске түсіп қалар демек сіздің өшірін, әй жаным күнді Көркемедіңіз, шақырғанда жүрегіме ертігеніңіз, сізге арнап сақтап қойған ақ көңілімді, өзге біреу ластап кетсе қайтер едіңіз. Сіз ауылыма сөйлесейік күстігімді біздің арада, сағыныштың қылыш етін гитараменен күзгі далада. Сағындым екен, көре алмаймын мен болашақ жарымды күтем, еске түсіп қалар демек сіздің өшірін, әй жаным күнді Сіз ауылыма сөйлесейік күстігімді біздің арада, сағыныштың қылыш етін гитараменен күзгі далада. Сағындым екен, көре алмаймын мен болашақ жарымды күтем, еске түсіп қалар демек сіздің өшірін, әй жаным күнді Икша. Достарыңыз мәңгілік болсын, ортадан кетпеңіздер кейін. Тойлы тозғанды ортада неге? Тұрмы жүрек! Жаным деп айнұрам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстан ұшып барам, сүйдім сені айнұрам. Жаным деп айнұрам, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам, мені сен шақырсаң, құстан ұшып барам, сүйдім сені айнұрам. Тамаша! Ауылыма күнде барып қайдамын, көздеріңде махаббат деп айтамын, кәмді саған тәтті әндер айтамын, айтамын.
рахмет. Индустрияларға жібересің. Ай, онша болмады. Болмады ма? Онша болмады. 68-дер көңіл күйлеріңіз қалай? Енді оқыстар. Ассалаумағалейкум. Түбі түркі атасы алаш, кереге сағаш. Хан баласына етік сөйлейтін, би баласына етік сөйлейтін. Қайтпаста қайсар, қазақтың ұрпақтары. Армысыздар, сәлем берсең, сау баласы деген атам қазақ. Мынау, 300-дің басы қосылмаса да, 300-ге татитындай, өздеріңіздей ғасыр адамдарменен кездесіп отқанымызға өте қуанышымыз. Ереке тағы да қуаныш құт бола берсін дегіміз келеді. Мынау Европа еңселі болып көрінсе де, шөбере сүйіп отқан шалдары жоқ. Жапондар дамыл таппай дамыса да, Айдынкөл байтақтала таулары жоқ. Арабтар ақшаға бай болса да, 4 мезгіл жауып жатқан қарлары жоқ. Қытайлар тарақандай көп болса да, аяғына оратылған баласы жоқ. Сондықтан да нар қазағы маман болсын, бала тума деген заңдары жоқ. Мінекей 40 жылдық кездесуді ұйымдастырып жатқан осындағы 68-дердің арманы жоқ деп қойыңдар. Бар болыңыздар. Бұл кешегінде бір ағамыз базарда папугай сатып тұрса, бір кісі келіп сұрапты. Ай, мына шеттегі папугайың қанша деп, $100 депті ереке. Ғанияға, ай, бұл неге сонша қымбат? Бұл Төрағалидың өлеңін айтады депті. Мына шеткі папугайың қанша? Бұл $200. Бұл неғып қымбат? Бұл Қайрат Нұртаспен Төрағалидың өлеңін айтады депті. Жай, мына ортадағың қанша? Ортадағы $1000 депті ғой. Ай, бұл неғып сонша қымбат? Бұл өлең айта ма? Жоқ. Сөйлей ма? Жоқ. Неғып бұл сонша қымбат десе, білмеймін ғой. Осы екі шеттегі осыны көкеде бөледі ғой деген сол айтпақшы. Ерекең менен Қали ағамыз құрметіне келіп жатырмыз, қадірлі ағайын. Айтып жатамыз ғой, бір елдер бар, бала шағасын асырау үшін нан іздеп жүр, ал біздің қазақ асқазанын қорытатын дәрі іздеп жүр. Россия мен Украина соғысып білген істеп жүр. Аллаға шүкір, міне біздің қазақ 68-дер, екінің бірі қол жете бермейтін атмосфера салтанат сарайында 40 жылдық мерейтойын тойлап жүр. Мінекей, орысқа барсаң сала жейсің, әкеледі мүңкітіп арақ жейсің, Қытайға барсаң шаян жейсің, болмаса лишбі таяқ жейсің. Кәріске барсаң етін жейсің, қой сияқты аяқ қолын етіп жейсің. Арабқа барсаң халал жейсің, көршілес өзбекке барсаң палау жейсің, қазаққа келсең көрініп ақ тұр. Не жейін келеді, соның бәрін жейсің. Балық жейсің, тауық жейсің, аяқ қолын шауып жейсің, үйінде апталап жатып жейсің, қорадағы жалғыз малын жейсің, оған тоймасаң анарызды пакетке салып жейсің. Менің де құрметті бір шапал ұрып қойыңыздар, енді маған не қыл дейсің деп аман болыңыздар. Енді айтып жатамыз ғой, жақсы тілек жарымырысты бағалаған дұрыс. Бір тәтті тілекке, ниетке кезек тұрған жүнсіріп жатырмын. Кешегінде Бөрбасар деген итті орманда екі қасқыр ұстап алып, атыңа жауап бересің бе деп сұрап жатқан ұқсайды дейді. Сөйтсе, жаңағы ит сасқанына негізгі атым Шарик деген екен, қадірлі. Сол айтпақшы, біздер екі тамада болып келдік. Енді қос бірдей тамаданың жаңағы өнеріне куә боласыздар дегенмен айтып жатырмыз. Керемет, біз ақ тілектің көштің бастауын осындағы біздің Наурыз ағамыз бастаған Тахан Бауыржан ағаларымыз қазақтың үш биін етіп ортаға шақырайық асып алғасына билеп келіңіздер. Ал, көш құтты болсын. Көз бар, тіл бар, қазіргі молдаларға да сенім жоқ. Қане ағамыз айтып өтті ғой, әншімен молда көрейік беттіңіз біраз. Мынау, әрбір жасымыз асу белес асып өтсін, Құдай қаласа.
тура бір осындай бір кеш Алла бізге де нәсіп етсін дегіміз келеді. Бізден ниет қылып отырмыз. Көзіміз тойып қуанып отырмыз. Ал, құрметті ағалар, қош келіпсіздер. Көшті ақтылық кімнен бастаймыз? Келісіп бойға қарап өздеріңіз. Бойымыздан бастап. Бір қадам алға шығыңыздар. Бір қадам. Айта беріңіз. Кезекті жігіттер, қыздар, мына Ташкентдің 17-ші Сүлік орта мектебінің 17-ші түлектері. Дегеніміз, мына 40 жылдан кейін кездесіп отырмыз. Құдайға шүкір, біздің бәріміз басымыз түгел, деніміз сау, бәріміз немере шөбере сүйіп отырмыз. Құдай қаласа, тойларымыз той қаласа берсін, осындай тойлар жалғаса берейік. Құдай қаласа, 50 жылдықта да басымыз түгел болып кездесіп жүре берейік, деніміз сау болсын. Бәріңізге бақыт тілеймін, деніңіздеріңіз сау болсын. Әрдайым осындай қуанышта тойлап жүре берейік. Бәріңізге рахмет. Рахмет. Ай, бәрекелді. Ал, қыздар, жігіттер. Мына Бірлік орта мектебінің жәндегі 17-ші түлектері. Мына 40 жылдық кездесуге қош келдіңіздер. Бірінші тілейтінім зор денсаулық. Дендеріңіз сау болсын. Отбасында жәндегі амандық бақыт тілеймін. Отбасыларыңызға тек жақсылық болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әйтеуір мына егілдетіп немере сүйіп, шөбілдетіп шөбере сүйіңіздер. Еміреніп шөп-шеп немере сүйіңіздер. Аманшылық жәндегі жақсылықтарда кездесе берейік. Ал, құрметті достарым, мынау жиылып отқан отырыстың өзі бір ғанибет болып тұр. Құдай қаласа 40 жылдық. Бұны істеген адамда бар, істемеген адамда бар. Бізге осының өзі үлкен мәртебе, Құдай қаласа бағалай білсек, Құдай қаласа өрісіміз бүгінде кең бола берсін. Бәрімізге жақсылық тілеймін, бәріңізге. Тамада інішектерге де рахмет. Біз көп сөйлей алмаймыз, ұзақтан, жақыннан келгендер барлығыңызға жақсылық тілеймін. Рахмет келгендеріңізге. Жандары, міне қазақтың ішпейінде етіп, керемет ақ тілегін алдық. Сіздерге де рахмет. Тыңдап отқан кісілер мына жерде бір-екі кісілер шапалақ ұрды. Тыңдап отқан кісілер да. Тыңдап отқан кісілер шапалақ ұрды деп жатырмын да мен. Тыңдап отқан кісілер шапалақ ұрды деп жатырмын мен. Ұрсаңыздар шаямай бір 40 жылдық кездесу. Айтып жатырмыз. Өмірге менің өкпем жоқ, біреуге есім кеткен жоқ. Жете алмай жүрсе біреулер маған жеткен жоқ дейді. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Керемет кештің куәсі болып отырмыз. Біріміз сөйлеп, біріміз тілек айтқанда, мерейімізді асырып, қол соғып қошеметтеп, шапалақпен шабыт беріп отырып қадірлі дұрыс па? Қуаныш қой. Дегенмен де бүгінгі күн ертеңге тарих керемет бір естелікке суретке түсіп алуға рұқсат береміз.